Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгін сіздердің назарларыңызға жаппай ашық онлайн курсымызды ұсынамыз. Курстың атауы басқару шешімдерін әзірлеу. Курсты оқитын мен, Кәркенбаева Шолпан Ысқаққызы, Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті экономика және басқару кафедрасының сеньор лекторы. 12-ші тақырып: басшының жауапкершілігінің мәні мен түрлері. Басқарушылық қызметтегі жауапкершілік түрлерін, оның құқықтық негіздерін және басшының құқықтары мен міндеттерінің арақатынасын зерделеу. Дәріс мақсаты мен негізгі сұрақтары. Дәріс мақсаты: басқарушылық қызметтегі жауапкершілік түрлерін, оның құқықтық негіздерін және басшының құқықтары мен міндеттерінің арақатынасын жан-жақты зерделеу. Негізгі ұғымдар: тәуекел, сақтандыру, хеджерлеу. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ: жауапкершіліктің аспектілері. Құқықтық, моральдық және ұйымдастырушылық өлшемдер. Екінші сұрақ: жауапкершіліктің жіктелуі. Тәртіптік, әкімшілік және өзге де түрлер. Үшінші сұрақ: құқықтар мен міндеттер. Өкілеттілік пен жауапкершіліктің тепе-теңдігі. Көшбасшылықтың терең мәні. Басқару тек бұйрық беру емес. Адамдардың іс-әрекетін ортақ мақсатқа қарай жүйелі бағыттау өнері. Шынайы көшбасшылық ұжымның күш-жігерін біріктіріп, оны нәтижеге айналдыруды талап етеді. Басшы өз ұжымының қызметі үшін заң, мемлекет және меншік иесі алдында толық жауап беретін тұлға. Басқару психологиясына келетін болсақ, басшының мінез-құлқын түсіну үшін екі іргелі психологиялық заңдылықты білу қажет. Олар басқарушылық шешімдердің астарын ашады. Бірінші, өзін-өзі сақтау заңдылығы. Екінші, компенсация заңдылығы. Тұлға аралық нәтижені және беделді сақтау басшы мінез-құлқының негізгі мотивтерінің бірі. Бұл өзін-өзі сақтау заңдылығы. Компенсация заңдылығы. Әлсіз тұстарды басқа қабілеттер арқылы толықтырып, жалпы тиімділікті арттыру тетігі. Мәліметтің бұрмалану қаупі. Мәліметтерді бұрмалау қаупі ақпараттық қауіпсіздік пен деректердің тұтастығына төнетін негізгі қатерлердің бірі. Бұл ақпараттық жүйелерде өңделетін деректерді қаскүнемдікпен өзгерту, жою немесе жалған мәлімет енгізу арқылы жүзеге асады. Мәліметтерді бұрмалау қаупінің негізгі аспектілері мен қатерлері. Бірінші, ақпараттың тұтастығын бұзу. Екінші, қаржылық пен құқықтық залал. Үшінші, жалған ақпарат тарату. Төртінші, сайлау және референдум нәтижелерін бұрмалау. Бесінші, техникалық қауіптер. Қорғау шаралары. Мәліметтерді бұрмалаудан қорғау үшін деректерді бұғаттау, басқа пайдаланушылардың файлға кіруін шектеу және криптографиялық әдістер мен полиграфиялық зерттеулер қолданылады. Жоғарыдан төменге қарай берілетін ақпараттың жоғалуы мен бұрмалануы басқарудағы басты кедергілердің бірі. Әр буында хабарламаның бір бөлігі жоғалып, шешім сапасына әсер етеді. Шешім: тұрақты кері байланыс орнату және басқару
буындарының санын қысқарту арқылы ақпараттық ашықтықты қамтамасыз ету. Басқарудағы жауапкершілік. Басқарудағы жауапкершілік бұл басшының өз міндеттерін орындауы және қабылданған шешімдерінің салдары үшін есеп беру міндеті. Жауапкершілік биліктің баламасы. Кез келген басқарушылық өкілеттік автоматты түрде жауапкершілікті тудырады. Басқарудағы жауапкершілікке есеп беру жатады, салдарлылық, кәсібилік жатады. Есеп беру. Басшы өз шешімдері мен іс-әрекеттерінің нәтижесін ұйым алдында негіздейді. Салдарлылық. Қабылданған шешімдердің ұйымға, қызметкерлерге және қоғамға тигізетін ықпалы. Кәсібилік. Жауапкершілік басшының кемелдігі мен кәсіби деңгейінің негізгі өлшемі. Жауапкершіліктің үш негізгі аспектісі. Бірінші құқықтық аспект, екінші моральдық аспект, үшінші ұйымдастырушылық аспект. Құқықтық аспект басшының іс-әрекетінің еңбек кодексі, азаматтық кодекс және мемлекеттік заңдарға сәйкестігі. Заң бұзылған жағдайда мемлекет алдындағы жауапкершілік туындайды. Моральдық аспект. Басшының ар-ұжданы, этикалық құндылықтары мен адамгершілік принциптері, қоғамдық пікір, ұжымдағы беделі мен ішкі сенім арқылы реттеледі. Ұйымдастырушылық аспект. Ұйым ішіндегі ережелерді, лауазымдық нұсқалықтарды орындауы және қойылған мақсаттарға қол жеткізу. Жоғары тұрған басшылық немесе акционерлер алдындағы жауапкершілік. Жауапкершіліктің жіктелуі. Басшының жауапкершілігі заңнамалық және нормативтік актілерге сәйкес бірнеше түрде бөлінеді. Әр түрдің өзіндік реттеу механизмі, жазалау шарасы және қолдану аясы бар. Тәртіптік. Еңбек тәртібін бұзу, жазалар, ескерту, сөгіс, жұмыстан шығару. Әкімшілік. Салық, өрт, экология сияқты мемлекеттік органдар алдындағы бұзушылықтар, бұның жазалары, айыппұлдар немесе қызметке тыйым салу. Материалдық. Басқарушы ісінен туындаған нақты мүліктік зиянды өтеу. Қылмыстық. Алаяқтық, парақорлық, өмірге қауіп төндіретін салғырттық сияқты ауыр бұзушылықтар сот тағайындаған жаза. Тәртіптік және әкімшілік жауапкершілік. Тәртіптік жауапкершілік еңбек тәртібін бұзғаны үшін қолданылады. Жұмыс берушінің бастамасымен тағайындалады. Ескерту жеңіл бұзушылық үшін, сөгіс қайталанатын немесе орташа бұзушылық. Қатаң сөгіс ауыр немесе жүйелі бұзушылық. Жұмыстан шығару ең ауыр жаза шарасы. Әкімшілік жауапкершілік мемлекеттік органдар тарапынан заңнамалық нормаларды бұзғаны үшін қолданылады. Бірінші салық инспекциясы. Салық заңнамасын бұзғаны. Екінші өрт қауіпсіздігі, техникалық нормаларды сақтамағаны. Үшінші экологиялық инспекция табиғат қорғау заңын бұзғаны. Жазалар, айыппұл немесе қызметтен шеттету. Материалдық және қылмыстық жауапкершілік. Материалдық жауапкершілік. Басшының
кінәсінен ұйымға келтірілген нақты мүліктік залалды өтеу міндеті. Залалдың мөлшері сот немесе тергеу органдары арқылы анықталады. Толық немесе ішінара өтеу мүмкін. Қылмыстық жауапкершілік. Ауыр заң бұзушылықтар үшін сот арқылы тағайындалатын жаза. Қолданылу жағдайлары. Қаржылық алаяқтылық, парақорлық және сыбайлас жемқорлық, немқұрайлылық салдарынан адам өміріне қауіп. Құқықтар мен міндеттердің арақатынасы. Басқару тиімділігі, жауапкершілік, тең өкілеттілік формуласына негізделеді. Бірінші, тиімді басқару. Балансталған нәтиже. Екінші, құқықтар, өкілеттік, шешім қабылдау құқығы. Үшінші, жауапкершілік, міндеттер мен жауапкершілік. Міндеттер мен өкілеттіліктер деңгейі бірдей болуы тиіс. Басшы тек өзі шешім қабылдай алатын мәселелер үшін ғана толық жауап береді. Тепе-теңдік принципі. Екі қауіпті жол. Міндет бар, құқық жоқ. Құқық бар, жауапкершілік жоқ. Тепе-теңдік сақталса. Міндет бар, құқық жоқ. Егер басшыға міндет жүктелсе, бірақ оны орындауға билік пен ресурс берілмесе, ол тапсырманы орындай алмайды. Бұл жағдай тиімсіздік пен фрустрацияға әкеледі. Нәтиже: тиімсіздік пен орындалмаған жауапкершілік. Құқық бар, жауапкершілік жоқ. Егер басшыға кең құқықтар беріліп, бірақ жауапкершілік жүктелмесе, бұл биліктің асыра пайдалануына тікелей жол ашады. Нәтиже: озбырлық пен биліктің теріс пайдалануы. Тепе-теңдік сақталса, жауапкершілік пен өкілеттілік бір деңгейде болған кезде ғана басшы тиімді жұмыс атқарып, ұйымды нәтижеге жетелей алады. Нәтиже: тиімді басқару және ұйымдық жетістік. Қорытынды: жауапкершілік, кәсібилік өлшемі. Жауапкершілік биліктің құны. Кез келген басқарушылық өкілеттілік автоматты түрде жауапкершілікті тудырады. Басшы тек өз ісіне ғана емес, қарамағындағылардың жұмысына да жауапты. Кешенділік принципі. Жауапкершілік тек заңмен шектелмейді. Моральдық және ұйымдастырушылық жауапкершілік басшының беделі мен ұжымдағы сенімді қалыптастырады. Баланстың алтын ережесі. Жауапкершіліксіз билік тиранияға, ал биліксіз жауапкершілік тиімсіздікке әкеледі. Тепе-теңдік сақтау басқарудың негізгі шарты. Түйін: өз шешімдері үшін жауап бере білетін басшы ғана ұйымды тұрақты жетістіктерге жетелейді. Бақылау сұрақтары. Дәріс материалын меңгерген соң төмендегі сұрақтарға жауап беруге тырысыңыз. Бірінші сұрақ: құқықтық жауапкершілік деген не? Оның моральдық жауапкершіліктен айырмашылығы неде? Нақты мысалдар келтіріңіз. Екінші сұрақ: делегация кезінде жауапкершілік қалай бөлінеді? Өкілеттік берген кезде жауапкершілік
толықтай берілуі мүмкін бе? Дәлелдеңіз. Үшінші сұрақ. Әлеуметтік жауапкершіліктің маңызы неде? Қазіргі басшы үшін корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің рөлін талқылаңыз. Назарларыңызға рахмет.